Сонымен таяу шығыста жаңа соғыстың өрті тұтанды. 28 ақпан күні ақш пен Израильдің бірлескен қарулы күштері Иранға шабуыл жасап бірнеше қаласын, өңірін, маңызды объектісін бомбылады. Елдің жоғарғы басшысы Аятолла Али Хаменеи шабуыл нәтижесінде қаза тапты. Иранда қарап қалмады. Араб елдерінде жайғасқан ақштың әскери базаларын, Израильдің шаһарларын зымырандарымен, шахет дрондарымен атқылады. Қос тарапта да шығын бар, әсіресе Парс елінде. Бұл жолғы қақтығыстың себебі не? Ендігі соғыс сценарийі қалай өрбейді? Сараптайық. Жиырма жетінші ақпан күні Женевада ақш және Иран өкілдерінің ядролық қару бойынша келіссөздері аяқталған болатын. Вашингтон Тегеранға қатаң талап қойды. Елдегі 3 ядролық өндірісті жабу, байытылған уранды ақшқа беру, зымыран бағдарламасынан бас тарту мен өңірдегі түрлі топтарды қолдауды тоқтату. Былай қарасаңыз, бұл Иранды толық әлсірететін талаптар. Оларды Тегеран ешқашан орындамайтыны белгіледі. Алайда ертесіне келіссөздердің аяқталуын күтпей, Трамптың бастамасымен ақштың әскери кемелер армадасы зымырандарын атқылап, Иранның негізгі объектілерінің күл паршасын шығара бастады. Яғни ақш о баста Женевадағы келіссөздерді назарды бұрушы акт ретінде қарастырған секілді. Сенбі күні әлем қауымдастығы жаңа соғыстың хабары, жарылыстың видеоларына аң-таң болып жатқанда Парсы елінің жоғарғы басшысы Аятолла Али Хаменейдің әуе шабуылынан көз жұмғаны белгілі болды. 1989 жылдан бері бүкіл елді қатаң режимде басқарып келген діни лидер үйінділер астында қалған. Әрине, оның саясатына берілетін баға әртүрлі, алайда бір адамның бұйрығынан соң Венесуэла президенті тұтқындалып, Иран басшысын өлтіре салса, халықаралық құқық, мораль қайда қалды деген сұрақ туындайды. Өйткені Біріккен ұлттар ұйымының ықпалы рөлі соңғы жылдары мұндай жанжалдарды шешуде мүлде көрінбейді. Жалпы Али Хаменейдің өліміне Иранның өзінде халықтың реакциясы екі түрлі болды. Оны жақтаушылар портретін алып алаңда жоқтап жатса, либералдар да көшеге шығып өз қуанышын жасырмады. Әсіресе жастар шаттанып жүр. Трампқа алғысында айтқандар бар. Шетелге жер ауған парсы халқының көпшілігі де алақайлап жатты. Дегенмен мұндай жағдайға сценарий алдын ала жазылғандай. Себебі жылы орын бос тұрмады. Аятолланың орнына Хаменейдің үзеңгілесі діни қызметкер Алириза Арафи уақытша тағайындалды. Алириза Арафи деген кім? Ол 67 жастағы діни қызметкер, шииттер үшін қасиетті саналатын Ком қаласының тумасы. Қаза тапқан Али Хаменеймен тығыз байланыста болған. 1989 жылдан кейін діни салада қызметі үнемі көтеріліп отырған. 10 жыл Әл-Мұстафа университетінің ректоры болған. 2019 жылы Конституция сақшылары кеңесіне кіріп, саяси өмірге араласа бастаған. Көзқарасы бойынша христиан идеологиясына қырын қарайды. Яғни жаңа қызметінде бұрынғы Аятолланың бағытын жалғастыру мүмкіндігі жоғары. Иран жоғалтқан жоғары шенді кісілер тек Хаменеймен шектелмейді. Олардың қатарында Али Хаменейдің қауіпсіздік мәселелері жөніндегі кеңесшісі Али Шамхани, Ислам революциясы сақшылар корпусының қолбасшысы генерал Мухаммад Пакпур, қорғаныс министрі Азиз Насирзаде және қарулы күштердің бас штабының бастығы Абдул-Рахим Мусавиде бар. Иранның экс-президенті Махмуд Ахмединежад та көз жұмды деген сыбыс тарады, бірақ әлі ресми түрде расталмады. Жалпы бүгінге дейін 201 кісі көз жұмды, 747 адам жараланды деген мәлімет шықты. Өкінішке қарай, олардың қатарында қыздар мектебінің шәкірттері де бар. Егер зымырандар сағат сайын түсіп жатқанын ескерсек, бұл ақпарат өзгеруі әбден мүмкін. Осы тұста Иран армиясы да қарап қалмағанын айта кеткен жөн. Кейбір мәлімет бойынша Парсы армиясы 2000-дай баллистикалық зымыранға ие. Қазір олар таяу шығыста жайғасқан ақштың
әскери базаларын, Израиль қалаларын бомбылауды бастап, жалғастырып жатыр. Сол себепті Иран зымырандары, дрондары Оман, Катар, Бахрейн, Сауд Аравиясы, Біріккен Араб Әмірліктеріне дейін жетті. Ал қағып түсірілгендерінің қалдықтары Абу-Даби, Дубай әуежайларын, қонақ үйлерін зақымдады. Мұның бәрі кездейсоқ ұшқан зымыран деуге келмес, себебі кейбір дрондар мұнай зауыттарын мақсатты түрде жарған. Иран қасиетті Рамазан айына қарамай бірнеше араб елдеріне ашық қарсы шықты, себебі олар өз территориясында ақш әскери базасын ашуға рұқсат берген. Америка армиясы оларды қазір жан-жақты қолдануда, яғни Иран менің жауымның одақтасы, маған да жау деген ұстанымды басшылыққа алғандай. Оған қоса сунниттер мен шииттер болып бөлінетін діни фактор да тағы байқалып жатыр. Осы тұста ақш президенті Трамптың мәлімдемелеріне назар аударған жөн. Ол алдымен Америка халқын Ираннан қорғау үшін шабуыл бастағанын мәлімдеді. Алайда Иранның ешбір зымыраны ақш жеріне жете алмайтынын айтпады. Содан кейін Иранның 9 әскери кемесі 48 жоғары шенділерінің көзін жойғанын хабарлады. Бірақ оған тағы дәлел келтірмеді. Ал ақштың қорғаныс министрі Пит Хексет әлеуметтік желіде Иран 50 жыл бойы америкалықтарды өлтіріп келді деп айды аспанға бірақ шығарды. Яғни бұл жерден ақш басшылығының соғысты моральдық тұрғыда ақтап алу үшін манипуляция, ақпараттық шабуыл, қысым жасап отырғанын байқауға болады. Енді таяу шығыстағы күрделі жағдай Қазақстанға қалай әсер етіп жатыр? Біріншіден, Иранда 96 қазақстандық азамат қалып қойған. Оларды 4 көрші мемлекет арқылы шығару көзделіп отыр. Ол Әзірбайжан, Түркия, Армения және Түркменстан. Алайда ондағы 7000-дай қазақ диаспорасының жайы белгісіз. Екіншіден, бірқатар араб елдерінде демалып жатқан отандастарымыз сол жақта қалуға мәжбүр. Тек Дубайда 15 000 азаматымыз бар. Әуе кеңістігі жабық, олар отанына орала алмай жатыр. Соңғы 2 күнде Қазақстанға жоспарланған 30 әуе рейсі тоқтатылды. Олар бұл елдерде қанша уақыт қалады? Олардың қонақ үйін кім төлейді? Қашан және қандай рейспен оралады деген сауалдар туындайды. Әзірге жауап жоқ. Енді Ирандағы жанжал аймаққа қалай ықпал етпек? Болжам көп. Қысқа уақытқа мұнай бағасы өсетіні анық. 2 наурыз күні мұнай баррелі $81 жетті. Себебі Иран әлемдік мұнай тасымалданатын Ормұз бұғазын бұғаттап кейін ашты. Мұнай экспорттаушы Қазақстанға бұл оң әсерін тигізеді. Дегенмен теңіздің арғы бетіндегі елдің соғысуы бізге жағатын жаңалық емес. Неге? Себебі ертең мыңдаған босқын бізге лап қоймайтынына еш кепілдік жоқ. Оған қоса Иран Қазақстан бидайын тұтынатын үлкен нарық саналады. Соғыс салдарынан қалжыраса, дәнді дақылды бұрынғыдай көп көлемде импорттай қоймас. Иран Қазақстан көршісі, бұл елдің жаңа басшылығы бізбен қандай қарым-қатынаста болуы мүмкін? Қазақстан Трамп бастаған бейбітшілік кеңесіне Ибрахим келісіміне қосылғанын ескерсек, онда бізге аса жылы қабақ таныта қоймас. Алайда Иранның жаңа басшылығының саясаты қандай болмақ деген сауал маңызды болып тұр. Егер Трамп айтқан 4 апталық әскери операция жалғасса, онда бомбылауды тоқтату үшін кейбір талаптарды орындауы әбден мүмкін. Бұл жердегі басты мәселе Иран армиясының әлеуеті, арсеналы. Нақтырақ айтсақ, баллистикалық зымырандарының, дрондарының саны, әуе қорғаныс жүйесінің сапасы маңызды болып тұр. Жалпы бұл соғыс тек Иранның емес, жалпы таяу шығыстағы жағдайды қиындатып жіберді. Өйткені Иран бір емес бірнеше араб елін соққылады, әлі жалғастыруда. Енді бұл тұрақсыздық, өзара сенімсіздік көпке дейін жалғаспақ. Сондықтан Иранның жан-жақты оқшаулануы тереңдей түседі. Соғыстың экономикалық салдарда болатыны анық. Ақша құнсызданып бітті. $1 құны 1,3 миллион Иран реалына тең. Жұмыс орындары жабылуы бек мүмкін. Яғни шетелдерге еңбек миграциясы басталады деген сөз. Олар алдымен көрші елдерге көшеді.
Мұндай жағдайда Аятолланың діни режимі аман қала ма әлде халық төңкеріс орната ма, енді оны уақыт көрсетеді.